Сәлем, құрметті достар, сіздермен бүгін 3 сыныптың 119 сабағын бастаймыз. Жыл бойы өткенді қайталау. Мәтін және сөйлем. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Біздің бәріміз де мерекені жақсы көреміз. Оған дайындаламыз. Халықтық мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні, 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні және басқалары. Сонымен бірге кәсіптік мерекелер бар. Жыл сайын әртүрлі мамандық иелері, дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер, тағы басқалар өз мерекелерін тойлайды. Бұл күні мерекелік жиналыс, салтанатты кеш өтеді. Үздік жұмысшыларға, қызметкерлерге атақ және сыйлықтар беріледі. Мәтін мазмұнына сәйкес атты анықта. Бұл жерде мәтіннің мазмұнына сәйкес ат мерекелер, яғни мына жауапты аламыз. Мәтіннің қай түрі? Дұрыс жауабы пайымдау. Мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Мерекелік дайындық, халықтық мерекелер, кәсіптік мерекелер. Келесі екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тауып жаз. Мен оларды қара түспен белгілеп қойдым. Мен мерекені ұнатамын. Біз мерекеге қызу дайындаламыз. Маған балалар мерекесі өте ұнайды. Бұлар жай сөйлемнің қай түрі екенін айт. Хабарлы жай сөйлем. Келесі шығармашылық үзіліс, 3 жаттығу. Балалардың қай мерекеге дайындалып жатқанын білу үшін олардың орнын ауыстыра отырып, мерекенің атын тап. Атауы балалар күні. Жазып қояйық. Балалар күні. Бұл мерекені сен қалай қарсы аласың? Әңгімеле. Мен балалар күнін қуанышпен қарсы аламын. Бұл күні достарыммен ойнаймын, ата-анаммен саябаққа барамын, көңілді демаламын. Келесі 4 жаттығу. Сөздердің ара жігін ажыратып мақалды жаз. Олар бір-біріне өте жақындап жазылып қалған. Оларды ажыратайық. Сонда бірлік бар жерде тірлік бар болады. Сонымен достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.